Саламатсыз ба? Мына жерде сіздің диссертация бойынша суреттерді салу. Сіз салдыңыз. Қайталап өтеміз. Фигур. Сурет. Сәйкесінше басқа жерге барып, сол суретті тағы бір салғым келеді. Мысалы, осы жерге осы абзацтардың арасына салғым келеді. Мына қиғаштан бастаймыз. Begin. Figure. Көрдіңіз ба? Мына автомат түрде шығып тұр. Автомат түрде шыққан кезде бүкіл өрнек таңдаған кезде бүкіл өрнек шығады. Яғни басы бар, команданың аяғы бар. Ортасына мынау ортаға орналастыру, беттің ортасына, содан кейін нақты бір суретті қосу, содан кейін ол суреттің аты, содан кейін ол мына жерде сілтеме жасау үшін ішкі аты. Яғни мына текст кодтың ішіндегі аты да. Ең алдымен мысалы ол суретті таңдаймыз. Осы бола берсін дейік. Мындай мысалы арасы ашып қалса ештеңе етпейді. Сонымен суретті таңдадық. Содан кейін оның өлшемін мына жерге жазамыз. Мындай тік жақшаға біз тік жақшаға оның өлшемін жазамыз. Яғни оның ені ағылшынша тең болады. Қиғаш текст. Тексттің, яғни еніне ұқсас бірдей болу керек. Содан кейін мысалы аты, диаграмма, семейдің диаграмма. Одан кейін ішкі аты бірдей болмау керек, әрбір суреттің ішкі аты бөлек. Мысалы диаграмма 2 немесе 3. Иә, диаграмма 3. Recompiled бассақ, біз нені көреміз? Мына суретіміздің тағы бір рет қосылғанын көріп тұрмыз. Көрдіңіз ба? Менің диаграммам деген жазу шығып тұр. Енді мынаны не үшін жаздық? Диаграмм 3 дегенді сілтеме жасау үшін жаздық. Яғни мына жерде сілтеме үшін ref деген команданы тереміз. Содан кейін оның ішіне диаграмм 3 деген атты мына жермен мына жер бірдей болады. Соны recompile дейтін болсақ, сәйкесінше міне мәтіннің ішінде 2-де 3 деп шықты. Яғни алдына жақшаны ашып сурет дейміз, жақшаны соңында жабамыз. Мұнда мына мәтінді қарайтын болсаңыз, сурет 2-де 3 деп өзгеріп тұр. Осы не үшін керек болады? Диаграммалар салу. Енді келесі кезек кесте. Кестені алу үшін мысалы сіздің мәтінге барамыз, соның ішінде бір кестені табамыз. Содан кейін мысалы мынау бірінші бөлім теориялық негіздеме кесте бар шығар. Жоқ, бұл жерде жоқ екен. Келесі кезекте сізге мына мысалы әдебиетті іздеуге байланысты көрсеткен болатынмын. Мысалы осындай демографиялық саясатқа байланысты әдебиет дейік. Осы бізге қажет деп айтайық. Сонымен мен сізге айтқан болатынмын, мына сайт осы керекті таңдап аласыз, енді тауып аласыз, содан кейін сайт деген кнопканы басасыз. Одан кейін астыңғы жағында биптех деген таңдайсыз. Осыны белгілеп, немесе Ctrl-A деп белгілейсіз, иә. Көшіресіз буферге. Одан кейін өзіңіздің терезеңізге барасыз. Бұл жерде бізде BIP деген папка бар. BIP, оның ішінде literature BIP деген файл бар. Асты жағына немесе үсті жағына бәрібір осыны қоя саласыз. Міне, кейін proceedings. Мұхит қызы деп аталады, иә, ал жақсы. Енді барамыз да, мысалы әдебиетті осы жерде көрсеткіміз келеді дейік. Сонда бұл жерде сайт
Muhit қызы дейміз. Содан кейін recompile, содан кейін орындалады. Қай жерде орналасқанын көріп аламыз. Сонда міне мына жерде орналасқан дейді. Осы сөйлем біткен жерде, яғни біздің сілтемеміз пайда болды. Міне үшінші сілтеме. Енді үшінші не екенін көру үшін астына барсақ, мұхит қызы осындай деп мысалы шығып тұрады. Осы қысқаша